Ол да сөйлескісі келмейді, сіз де сөйлескіңіз келмей ме сонда? Жоқ, мен сөйлескім келеді. Жазға демалыста бір себеппен Олжасты қатты іздегем, өте қажет болды да, өзімен жеке сөйлесейін деп. Сөйтіп едім, ол маған емес, менің құрбым арқылы, құрбым звонда телефон шалған ғой. Аймира іздеп жатыр сені, тез арада хабарлас деп. Құрбыма сәлем айтыпты. Аймира мені бұдан былай іздемесін, хабарласпасын, жеке номерімді де бере алмаймын. Себебі менің қазір өзімнің жеке өмірім бар, отбасым бар, соған байланысты мен онымен сөйлесе алмаймын депті. Арада екі ортақ бала болғаннан кейін соларға Байланыс жоқ. Ол да сөйлескісі келмейді, сіз де сөйлескіңіз келмей ме сонда? Жоқ, мен сөйлескім келеді. Енді табыс қайдан келеді сізге? Сіз қазір енді қолға алып жатсыз шығармашылықта. Олжас енді алимент төлесе, яғни екі балаға қомақты төлейтін шығар, Ел қатарлы төлейді. Ел қатарлы екі балаға бір 110 мың теңге алатын шығарсыз. Примерно. Енді Олжас бұрыннан табыс табатын жігіт. Ол қазір ғана ақша тауып жүрген жігіт емес. Дегенмен, Олжас екеуіңіз бұрын қайда тұрдыңыздар? Пәтерлеріңіз болды ма? Әлде бұрыннан пәтер жалдап тұрып жатсыздар ма? Олжас негізі үйленбей тұрып, осы қаланың шетінен үй салып бастаған. Сосын оның жұмысына байланысты бізге алыс болып кететін болғандықтан, бірге тұру керек болғандықтан ажырамай қаладан пәтер жалдадық. Өйткені ол қаланың шетінде, Олжас бірде үйде қонса, бірде болмайды деген сияқты жұмыстарына байланысты. Ол үйде біз тұрған жоқпыз. Ата-анасы тұрды, одан кейін арасында бізбен тұрды, солай пәтерде өмір сүрдік, жалдамалы пәтерде. Мен ойлағам, сіздердің Олжас екеуіңіз тұрған кезде үйлеріңіз болып, ажырасқаннан кейін бәлкім екі жаққа бөлінді ме, содан бір пәтерге жетпей қалды ма? Олжас неге балаларына үй тастап кетті, пәтер жалдап тұрамыз деп. Сол пәтердің де ақшасын Олжас төлеп жатыр ма? Төлемақы ма? Жоқ. Өздері нешеде? Балаларым үлкені 10-нан кетті. 10-нан асты. 10-нан асты, кішісі 6-дан асты. Екі ұлың бар. Аллаға шүкір. Есімдері кім? Үлкені Альтаир, кішісі Аль-Фараби. Әзірге енді кішірек болғаннан кейін ба, қатты бір байқап жатқан жоқпыз өнерлерін. Әзірге сабақ оқу үстінде. Сабақ оқу үстінде, Дегенмен өнерлі адамның балалары қалай болса да өнерге жақын болады ғой. Олар да бір талант иесі болып тұр ғой. Енді дәл қазір кішкентай болғаннан кейін байқалмай тұр. Себебі анасы да әнші, әкесі де әнші актер. Әнші актер кім екенін халық жақсы біліп отыр. Олжас Абай, яғни қазіргі таңда өкінішке орай сіздер бірге емессіздер. Қанша жыл болды ажырасып кеткендеріңізге? Біздің ажырасқанымызға 7 жылдың көлемі болып қалды. 2018 жылдан бастап есептегенде. Өкінішті. Олжасты енді бәріміз білеміз, жақсы актер, жақсы әнші ретінде. Дегенмен қазіргі таңда балалармен араласып тұрады ма? Иә, жиі араласып тұрады деп айта алмаймын. Өйткені оның да жұмыстарына, басқа да жеке өміріне, жеке шығармашылығына, шаруасына байланысты, уақыттың тығыздығына байланысты деп ойлаймын енді. Бірақ жиі көріп, жиі араласып тұрады деп айта алмаймын. Телефон шалып, солай сөйлесіп тұрады балаларымен. Телефон арқылы, иә? Телефон арқылы ғана. Сіз айттыңыз ба, әлде Олжас айтты ма? Ондай сөз үлкен себеппен ғана айтылады ғой, негізінде. Бірақ барынша отбасын сақтап қалуға тырыстық екеумізде. Ол жылдардан бері қарай біраз уақыт өтті ғой енді. 7 жыл уақыт. Арызды негізі мен жаздым.
уже екі жаққа кетеміз болды, бірге тұра алмаймыз деп кәдімгі бейбіт түрде шешімге келдік. Ең соңғы сөз сол менен болды. Жарайды деп Олжас келісті. Енді оңай болған жоқ екеумізге де. Айында отырған жігіттің бері әкеле берші, басын шаба берейін да. Адам деймін да, басыңыз бос па деп көп жаза беретіндер бар енді. Сосын мен енді парақшасына кірем ғой. Мойны басы, мойны бос емес те. Парақшасына. Қыздар байқадыңдар ма, қазіргі уақытта, қыздар дедім, еркектер емес сипақты. Бүкіл ел болып Дариға ханымның ситуациясына разбирать етіп жатыр. Дариға ханымды емес бұл жерде, оның ішіндегі күшті. Қасында кейбір еркектер ол күшті көтере бермейді. Әйел адамда сондай энергия болады, который лидер сияқты өзі жасайды, артынан өзі бастайды, өзінің қолынан сол жасаған нәрсесін бәрі келе қалады да, и при этом шаршамайды. Она кайфует от этого процесса, но қасындағы еркек сонымен бірге сол жылдамдықпен өспесе, конкурировать етіп кетеді. Ол адам мен кішкентай болып қалдым, мен басылып қалдым, мен үйде отырып қалдым, бүйтіп қалдым деп арқылы әйелден кегін алуы мүмкін. Яғни сен андайсың, мындайсың деген сияқты оскорблениемен. Сол әйелді түсіру арқылы сөздермен өзін властный қылғысы келеді да, өзіне бір признание алып, мен деген сияқты. Қазіргі қасындағы жүрген актер мырза очо оның любовь ма, бізге похуй екен, просто айтайын да. Ол кісі харизматичный. Бәріміз аузымыз ашылып қарап отырамыз ғой, сол кісі шықса кинодан, мойындаңдаршы. Ол кісі көтере алады жаңағы силаны. Прямой эфир стримге кірген кезде мен всегда қарап отырам. Бұл жерде сильный не в качестве того, что мужчина типа богаче, анау-мынау, нет. Оның қасында Дариға Бадыкова мягкая болады. Бұл состояниені психологияда энергетическое совпадение деп аталады. Сен өз-өзіңді түсіруіңнің қажеттілігі жоқ, чтобы сенің күйеуің көтерілу үшін. Көтерілетін күйеу сен сильная болсын, слабая болсын да көтеріледі. Сен өз-өзіңмен бол. Қасындағы еркек нағыз еркек және де сенің еркегің болса, ол сенің қасында қалады. Кейбір интервьюларда айтылмайтын шындықтың ответі осы. Үшінші часть разбордың не жайлы болсын, өзің комментарийға жазып кет, и мен соны шығаратын боламын. Жігіттер көп дейді. Айында отырған жігіттің бері әкеле берші, басын шаба берейін да. Адам деймін да, басыңыз бос па деп. Берік Айтжанов, Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов қой менің енді серіктесім ғой. Рүстем Жанаманов, Қуандық Шәкіржанов. Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов, Бекжан Тұрыс. Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов, Дулғақ Молда. Рүстем Жанаманов. Рүстем Жанаманов, Олжас Абай. Екеуі де десе болмайды, енді Олжас Абай менің барлық фильмдарымда сан түрлі образ жасады ғой. Сол себептен Олжас Абай. Олжас Абай, Нұрдәулет Шертім. Олжас Абай. Олжас Абай, Дәурен Серт. Шахсыда курткасы бүктеп салды да, коричневый косметичка салды, парфюм салды. Сондай адам өзі жаздың күні былтыр таптымасын түсіріп атқанда, не то, что қазір май ғой, июньде бұл көк куртка киіп жүрген. Мен сөйлемеймін, ішкі жаңағы ресурстарды жақсы. Олжасты көрсеттіңізші, Олжасты көрсете алмаймын, куртка киіп отыр. Олжас ол өзі сондай адам, оған ештеме қызық емес, өзін сондай адам енді, оны қабылдау керек солай. Жоқ, кірмейді ол өзі отыр солай, өзімен өзі байқұс. Өзімен өзі жаздың күні куртка киіп дала деген ыстық, самолетта енді анандай ала ғой, енді воздух өзінің келмеген ауасы, адамды күйдіріп, куртка киіп отыр. Бір кезде чемоданын ашты жұрттың көзінше. Аңғал. Мен бөлініп ұйықтағам ғой, бүгін соны айтамай отыр. Қорылдағам ғой. Жоқ, бұлай кірдік қой вагонға. Резкі жатып қорылдау деген. Ана үстіне пастель салып, енді жатайын деп olsun. Қолыңыз мүмкін. Өйткені ана сен алдымыздан соғып жатқан жел есебінің температурасы сіздің қолыңызға ойлап қозғалып кетіп жатыр. Қолыңды ала қой, құлаймыз. Алташ тұрқам түбіне отырған ғой, қорқақсың да? Қорқасың да? Шорт, қорқақсың да, немесе қорқпаған адамды қорқытып ше. Мен сен тайский массажға барадым, қолыңды алсашы, кішкене еле беріп баратырмыз дегенше болған жоқ, алдымыздан бір мода шығып дік етіп құлатып қой екен. Серьезно? Құлады да Дариғаның шынтағы ішіне кіріп кетті. Ішім шынтағыма деді ғой. Содан мен Дариғаны тасуды қойдым.